Жобамның тақырыбы Киелі Баянауылда орналасқан балалар ұлттық лагері ұлткер. Жобамыздың тақырыбы осы балалар ұлттық лагері арқылы балаларға қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын жеткізу болады. Осы лагерьде олар қазақтың тәрбиесін алады деген бір ой бар. Көбінесе ата-аналар балаға тәрбие беруді ұмытады. Сондықтан біздің балалар ұлттық лагерьде оларға қазақи дәстүрде тәрбие береді. Сондықтан тәрбие берсек, бұл балалардан ертең Абай, Шәкірім, Әлихан, Ахмет, Міржақыпты шығады. Демалыс орнының тағы да бір ерекше тұсы, балалар асық ату, садақ тарту, алтыбақан сынды ойын ойнап, қазақ әдебиетін өзінде жаттайды. Сондай-ақ тарихи тұлғалардың қанатты сөздерін ұран етіп, рухани қанағаттандыра алады. Жалпы ұлттық ойындар, ұлттық салт дәстүрлерінің дәл құлпыдарының барлығы осы жақта үйретіп жатыр. Тәрбиешілердің айтуынша, қазақи мәдениетке үйрету ондай шешесін беріп, ата-аналардың разылығына бөленеді деген ниеттеміз. Таңғаза қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үміт домбыраны, кетерме ең жүректі ап, пен жолға шығып, қазақтың шырқай халқы. Осы балалар ұлттық лагері ішінде олар кигіз үйлерде домбыра тартуды, ән шырқауды да үйрене алады. Кигіз үй ішінде біз қазақ халқының ойындарын, музыкалық аспаптарын олар өзінше үйренеді және оны қалай тарту екенін де біледі. Оның тарихы, мәдениетін бәрін олар осы кигіз үй ішінде тани бастайды. Ал енді Алтыбақан. Алтыбақанда балалар өзінің бос уақыттарын өткізеді. Алтыбақан бұл қазақтың киелі бір ойын сауығы болып келеді. Және де ең басты бұл сахна. Сахнада балалар домбыра тартуды үйренеді, өзінің қойылған спектакльларын, әндерін, жаттаған жырларын, немесе өлеңдерін былай осы сахнада тұрып айтып кетеді. Тіпті қазақтың бір заманауи бір Гауһартас деген спектакльді осы сахнада қоя алады. Мына жаққа көшетін болсақ, бұл балаларға арналған қонақ үй. Бұл жерде олар демалады. Және де мына жерде көріп тұрғаныңыздай футбол алаңы бар. Сол жерде олар спортпен айналысады және тағы да басқа. Мына жерде балаларға арналған саябақ. Бұл жерде әткеншектер тұр, мына жерде де әткеншек, және де балаларға арналған ойыншық. Бұның бәрі мен өзімнің қолыммен істегенмін. Ал енді қорытындыға келетін болсақ, менің ойымша, менің тақырыбым өзекті болып келеді. Себебі қазіргі уақытта балалар смартфондарында өзінің көп уақыттарын өткізеді. Ал жазғы кезінде олар осы балалар лагерьға келіп, қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін үйрене алады. Себебі қазіргі уақытта олар оған аса көп мән бермейді.